Өзімді қатты өкіндіріп, кінәлі ететін 9 жыл бұрынғы оқиғаммен бөліссем деймін. Қазақтар ойыннан от шығады деп бекер айтпайды екен. Менің басымдағы осындай бір оқиға бір адамның тағдырын күл-парша еткені бар емес пе? Кешірілмес күнә жасаған сол оқиға есіме түссе, әлі күнге денем түршігіп, жаным қатты ауырады. Бір күні менің досым Әсет өзінің дос қызының туған күніне шақырды. Ол күні көп шаруам болып, қатты шаршап, диванға қисайсам, қатты ұйықтап кетіппін. Мені қалта телефонының қоңырауы оятты. Әсет екен. Жан таласа, көк жемпірім мен джинсиімді киіп, есікке қарай ұмтылдым. Әсет тұратын ауданда тағы бір досыммен жолығып, сыйлық таңдау үшін гүлдер дөңгершегіне бас сұқтық. Ол арадан бір шоқ гүлмен қатар мамық үлкен ақ аюды сатып алдық. Қонаққа келгенімізде бізді туған күн иесі алдымыздан күлімдеп күтіп алды. Оның есімі Әсел екен. Биік өкшесі, онсыз да сұңғақ қызды сырбаз ете түскен. Ал үстіндегі көкшіл желбірі бар раушангүл түстес көйлегі өзіне құйып қойғандай жарасып тұр. Ал иығының төгілген ұзын шашы түстес, бота көздері мөлдіреп тұр. Үстел үстінде оның кірпік қақпай маған қадалған жанары әбден дегбірімді шығарып, көңілімді ерітті. Ұялғаннан қызға қарауға батылым жетпесе де, бүкіл назарым мен жан дүнием тек ол деп айғайлап тұрды. Күліп жатыр, әңгіме айтылып жатыр. Бірақ оның ешбірін түсініп жатқаным жоқ. Өйткені бар ойым туған күн иесі сұлу аруда. Мұны Әсет байқап қойғандай. Уақытты көп ұзартпай бізді таныстырды. Әсел деді ақырын шыққан нәзік дауысы. Ербол деп мен де аузымды жыбырлаттым. Сол арада онымен жақын танысып бөлісе бастадым. Ол сырттай ақылы бөлімнің 2-ші курсында оқиды екен. Оқудың ақысын өзі төлейтін көрінеді. Сол үшін жұмыс істеуге мәжбүр екен. Әсел екеуміз бір көргеннен бір-бірімізді ұнатып қалдық. Мұны сол қонаққа келгендердің барлығы байқапты. Осылайша екеуміз жиі-жиі кездесіп, бос кездері бірге өткізетін болдық. Көбіне оны университеттің есігі алдынан күтіп аламын, гүл сыйлаймын, арасында өлең шығарып қоятыным да бар. Бір-бірімізді жақын біле түскенімізге небәрі 2 ай болған. Оған ән шырқаған ұнайтын, ол поэзияны жаны сүйетін. Осылайша бір-біріміздің қызығушылығымыз жақын боп шықты. Бір күні екеуміз паркте келе жатқанда одан қайда жұмыс істейтінін сұрадым. Егер оны айтсам, сен бәрібір мені түсінбес едің, деді Әсел. Мен оған ешбір жұмыстың ұяттығы жоқтығын, ақыңды адал маңдай термен тапса болғаны деп жатырмын. Ақыры ол өзінің құпия жұмысы не екенін айтуға бел шешті. Мен мәйітханада еден жуушы боп жұмыс істеймін. Осыны айтуға ұялып жүрсің бе деп мен күліп жібердім. Тек көп адамдар мен еден емес, өліктерді жуатын секілді қабылдайды. Сондықтан бұған түсіністікпен қарағанына рахмет, деді Әсел түсін суытып. Сол күні оны үйіне дейін шығарып салып, құшақтап, бетінен сүйіп қоштастым. Үйге таксимен жеттім. 1 сәуір қарсаңында досым Әсет біздің үйге бас сұқты. Екеу ара өмір, қыздар, болашақ туралы біраз әңгіменің тізгінін жібердік. Қолында сырасы бар Әсет бір уақытта басына бір керемет идея келгенін айтып, аяқ астынан асыр болды да қалды. Ол қандай немене деп жатырмын мен де оның желегіне елтіп. 1 сәуірде Әселді қатырайық, деді ол қос алақанын уқалап. Қалай, дедім. Ол мәйітханада жұмыс істейді емес пе? Деді. Иә, дедім. Менің бір танысым театрда жұмыс істейді. Ол адам қолы барын айтқан. Тура адамдікі секілді манекен қол. Талай елді шошыттық деген. Соны Әселдің жастығының астына қойып қояйық, деді. Есің дұрыс па? Қызды олай шошытуға бола ма екен? Болмайды мұның. Дегенмен Әсет, ол қандай жерде жұмыс істейтінін білесің ғой. Өлікпен жұмыс істеп жүрген адам қандай да бір манекеннен қорқады ма екен деп бастырмалатып қоймай қойды. Ақыры оның ақылға сыйымсыз бұл ойынына қатысуға келісім бердім. Келесі күні жасанды қолды алып Әсел жалдап тұратын үй есігінің қоңырауын бастым. Қасындағы қыздар жоқ, жалғыз екен. Ол шай демдеуге ас үйге кеткенде мен жоспарлап келген ойымды жүзеге асырдым. Біраз отырған соң үйіме оралдым. Келесі күні таң атысымен оған қоңырау шалдым.
бірақ ол телефон тұтқасын көтере қоймады. Әлі ұйықтап жатқан шығар деп ойладым. 4 сағат өткеннен соң қайтадан телефон соқтым. Қайта оның номерін терсем де әр жақтан бір жауап болмады. Ақыры шыдамай оның үйіне қарай тарттым. Есік қоңырауына да ешкім жауап қатпады. Сөйтіп кері оралуыма тура келді. Ертеңінде оның жұмыс орнында жоқ екенін білдім. Шындап қобалжиын. Мұның барлығын Әсетке айтуды жөн көрдім. Ол бірден жетіп келді де үйіне тағы барайық деді. Бірақ бұл жолы да есік қоңырауына ешкім жауап қайта қоймады. Сол кезде көрші әйел есігінен басын қылт етті. Біз одан Әселді көрген-көрмегенін сұрадық. Көршісі 2 күні оны көрмегенін, бірақ кеше осы қабырға жақтан жаман дауыс шыққанын айтты. Мұны естігенде шошып кеттік. Әсет шалт қимылға кірісіп, есікті бар денесімен соққылай бастады. Көршісі бұл қылығымыздан қорқып, милицияға хабарлайтынын айтты. Керісінше, біз ол қызға бірдеме боп қалды ма деп қорқып жатырмыз деп түсіндіріп, одан есікті бұзатын саймандар сұрадық. Сөйтіп ақыры есікті аштық. Дәлізде ешкім көрінбеді. Әсел деп дауыстап, оның бөлмесіне қарай бағыт алдым. Жартылай ашық есіктен бірдеңе аңғарғандай болды. Тез адымдай ол есікті әрі қарай серпіп жіберді. Бізбен ілесе кірген көрші әйелдің жан дауысы шықты. Ал біз алдымыздағы көріністен қаққан қазықтай қадалдық та қалдық. Шашы жайылып, беті тырналып, көздері алақтаған іш көйлегі Әсел бізді көргенде төсегінің астына қарай зып берді. Міне, содан бері 9 жыл өтті. Әсел әлі жындыханада емделіп жатыр. Ара-тұра оған барып тұрамын. Бірақ ол басқа өз әлемінде шарлап жүреді. Тіпті мені танымайтын да секілді. Аузынан бір сөз ала алмай қойдым. Ал Әсетпен сол күні жолымыз айырылысқан. Әселдің мұндай күйге түсу себебін Әсет екеуміз ғана білеміз. Ол осыған дейін іште құлыптаулы құпия жатқан. Бірақ осы нәрсе маған маза бермей, өмірімнің мәнісін жойып, алға қадам жасауға мүмкіндік бермейді. Қазір жұмыссызбын. Әлгі жағдайдан соң томаға тұйықталып кеттім. Барлығы жан-жағымнан ұрса береді. Уақыт өтіп жатқанын жас кезде неге жанталасып жұмыс істеп отбасын құрмайсың дейді. Ал егер олар менің бұл қылмысымды білсе ғой, не дер еді, не істерімді білмей жүрмін.